Диабет бүкіл әлемдегі үлкен мәселеге айналды. Бүгінде көптеген адамдар денсаулығын жақсартудың табиғи жолдарын іздейді. Олар қазіргі емдеу әдістерімен бірге жұмыс істейтін тәсілдерді қалайды. Біз көбінесе күрделі шешімдерді іздейміз, бірақ кейде жауап қарапайым болады. Оны біздің ас үйімізден, ашылуын күтіп тұрған жерден табуға болады. Күнделікті көретін қарапайым лимонның үлкен құпиясы бар. Бұл құпияны арнайы тәсілді, яғни мұздатуды қолданғанда одан да күшейеді. Мұздатылған лимонды қолдану әдеттен тыс естілуі мүмкін, бірақ ол қандағы қант деңгейін басқаратындар үшін жаңа есік ашады. Бұл денсаулыққа қарапайым, қолжетімді және табиғи тәсіл. Біз лимонды көбінесе оның шырыны үшін ойлаймыз. Оны суға немесе тамағымызға сығамыз. Бірақ осылай етіп, біз жемістің ең құнды бөліктерін лақтырып тастаймыз. Лимонның нағыз күші оның қышқыл шырынында ғана емес, оның қабығы мен астындағы ақ қабатында жасырылған. Ең күшті қосылыстар осында шоғырланған. Тек шырынын қолдану арқылы, біз оның денсаулыққа пайдасының маңызды бөлігін жіберіп аламыз. Мұздатылған лимон бүкіл жемісті қолдануға мүмкіндік береді. Оның толық қоректік профилін ашады. Бұл әдіс қарапайым жемісті метаболикалық денсаулығымызды жақсарту үшін күрестегі қуатты құралға айналдырады. Мұздатылған лимонды диабеті бар адамдар үшін соншалықты ерекше ететін не? Құпия гесперидин және нарингин сияқты арнайы флавоноидтарда. Бұл қосылыстар лимонның қабығы мен етінде көп мөлшерде кездеседі. Зерттеулер олардың инсулин сезімталдығын жақсартуға және қандағы қант деңгейін реттеуге көмектесетінін көрсетеді. Бүкіл лимонды тұтынған кезде, біз денемізге осы табиғи заттардың күшті дозасын береміз. Бұл сиқырлы емес, бірақ қолдаушы стратегия. Бұл біздің денеміздің жақсы жұмыс істеуіне және диабеттің қиындықтарын тиімдірек басқаруға көмектесу үшін табиғаттың күшін пайдалану тәсілі. Бұл тәсіл бір ингредиенттен артық. Бұл жаңа ойлау тәсілі. Бұл біз жейтін тағамға басқаша қарау. Біз қарапайым, бүтін тағамдардан күшті дәрі таба аламыз. Мұздатылған лимон осы философияның тамаша үлгісі. Ол бізді аз ысырап етуге және табиғат беретін нәрседен көбірек пайда алуға шақырады. Бұл қарапайым әдісті зерттей отырып, біз үлкен мүмкіндіктерге жету жолына түсеміз. Біз денсаулығымызды айтарлықтай жақсартуға әкелетін шағын, күнделікті таңдаулар жасауға қабілетті екенімізді білеміз. Бұл біздің әл-ауқатымызды табиғи және тұрақты түрде бақылауға алудың алғашқы қадамы. Мұздату процесі лимонды жай ғана сақтаудан артық нәрсе жасайды. Ол қызықты биологиялық процесс арқылы оның денсаулыққа пайдасын арттырады. Денелерімізді суыққа ұшыратқанда, ол қоңыр май тінін немесе қоңыр майды белсендіре алады. Энергияны сақтайтын ақ майдан айырмашылығы, қоңыр май жылу шығару үшін энергияны жағады. Бұл процесс зат алмасуды және инсулин сезімталдығын жақсартуға көмектеседі. Бұл диабетті басқару үшін өте маңызды. Осыған ұқсас, лимонды мұздату әрекеті оның құрылымын өзгертеді. Суық температура жеміс жасушаларының ішінде мұз кристалдарының түзілуіне әкеліп, қабықтың және етінің қатты жасуша қабырғаларын бұзады. Жасушалық құрылымның бұл бұзылуы лимонның толық әлеуетін ашудың кілті болып табылады. Әдетте, лимон қабығындағы құнды қоректік заттар осы қатты жасуша қабырғаларының артында жасырылады. Бұл оларды денелеріміздің сіңіруін қиындатады. Мұздату осы кедергілерді бұзатын кілт сияқты әрекет етеді. Лимон ерігенде немесе үгітілгенде гесперидин және нарингин сияқты күшті қосылыстар бөлінеді. Олар әлдеқайда биожетімді болады, яғни денелеріміз оларды оңай қолдана алады. Бұл физика мен биологияның бірге жұмыс істеуінің қарапайым әрекеті. Сау тағамды одан да сау және денелеріміз үшін тиімдірек етеді. Бұл күшті қосылыстардың гесперидин мен нарингиннің пайдасы айтарлықтай. Олар денедегі қабынумен күресуге көмектесетін антиоксиданттар. Бұл диабеті бар адамдар үшін жиі кездесетін мәселе. Ең бастысы, зерттеулер олардың қандағы глюкоза деңгейін төмендетуге көмектесетінін көрсетті. Олар дененің табиғи инсулин функциясын қолдау арқылы жұмыс істейді. Жасушаларды инсулинге сезімтал етеді. Бұл қантты қан ағымынан жасушаларға энергия үшін қолданылуы мүмкін жерге жылжытуға көмектеседі. Бүкіл мұздатылған лимонды тұтыну арқылы біз осы пайдалы флавоноидтардың ең қолжетімді түрінде шоғырланған дозасын аламыз. Демек, ғылым қарапайым, бірақ терең.
Мұздатқыштың суық температурасы лимонды максималды сіңіруге дайындайды. Бұл лимонды жаңа күйінде сақтау туралы ғана емес. Бұл оның емдік қасиеттерін арттыруға бағытталған қадам. Бұл процесс бүкіл лимонды, оның қабығынан бастап етіне дейін, суперфудқа айналдырады. Ол қарапайым жемісті қандағы қантты басқарудың стратегиялық құралына айналдырады. Бұл ғылымды түсіну неліктен, бұл әдістің жай ғана халықтық емдеуден артық екенін бағалауға көмектеседі. Бұл денсаулығымызды жақсарту үшін биологияны практикалық қолдану, бір лимоннан кейін табиғаттың дәріханасын бәрімізге қолжетімді етеді. Мұздатылған лимонды қолдану өте қарапайым және күнделікті өміріңіздің бір бөлігі бола алады. Бірінші қадам – лимонды дұрыс дайындау. Мүмкін болса, органикалық лимондарды таңдаңыз, себебі сіз бүкіл қабығын тұтынасыз. Лимонды ағын судың астында кез келген кірді немесе қалдықты кетіру үшін мұқият жуыңыз. Бұл үшін жұмсақ көкөніс щеткасы пайдалы болуы мүмкін. Жуғаннан кейін лимонды таза сүлгімен толығымен құрғатыңыз. Кейінірек оны ұстауды қиындататын сыртқы жағында қалың мұз қабатының пайда болуын болдырмау үшін лимонды мұздатқышқа салмас бұрын құрғақ болуын қамтамасыз ету маңызды. Лимон таза және құрғақ болғаннан кейін келесі қадам мұздату процесінің өзі. Бүкіл лимонды мұздатқышқа жарамды қапқа немесе контейнерге салыңыз. Бұл оны мұздатқыш күйігінен және мұздатқышыңыздағы басқа тағамдардан иістерді сіңіруден қорғауға көмектеседі. Лимонның толығымен қатуына мүмкіндік беріңіз. Бұл әдетте кем дегенде 8 сағатты алады, бірақ оны түнде қалдырған дұрыс. Ол тас сияқты қатты болғанда дайын екенін білесіз. Бірнеше лимонды мұздатып, дайын ұстау, бұл пайдалы әдетті күнделікті өміріңізге ешқандай қосымша күш жұмсамай, немесе ойланбай енгізуді жеңілдетеді. Енді ең оңай бөлігі – мұздатылған лимоныңызды пайдалану. Оны ерітудің қажеті жоқ. Мұздатылған лимонды тікелей мұздатқыштан алып, стандартты ас үйіткішімен немесе микропланмен үгітіңіз. Сіз бүкіл лимонды қабығын, ақ етін және мұздатылған етін үгіте аласыз. Нәтижесінде қарлы, хош иісті ұнтақ пайда болады, ол дәм мен коректік заттарға толы. Лимон толығымен мұздатылғандықтан, оны жаңа лимонға қарағанда үгіту әлдеқайда оңай, және сіз оның әрбір бөлігін ешқандай қалдықсыз пайдалана аласыз. Бұл лимон қары енді тағамдарыңыз бен сусындарыңызға қосуға дайын. Бұл үгітілген мұздатылған лимонды қолданудың көптеген қарапайым жолдары бар. Ең оңай әдіс, бір немесе 2 ас қасықты бір стакан суға, жылы немесе суық суға қосып, таңертең бірінші кезекте ішу. Сіз оны салаттарыңызға, йогуртқа немесе сұлы ботқасына жарқын, қышқыл дәм үшін себе аласыз. Ол сорпаларға, смузилерге және буда пісірілген көкөністерге тамаша цитрус дәмін қосады. Тағы бір тамаша идея, оны сүйікті шөп шайыңызға араластыру. Мақсат, оны сіз қазірдің өзінде ұнататын тағамдар мен сусындарға қосудың қарапайым жолдарын табу. Бұл оны тұрақты және жағымды күнделікті әдетке айналдыру. Мұздатылған лимонның өзі күшті болғанымен, оның пайдасы қандағы қантты басқаруға көмектесетін басқа табиғи ингредиенттермен біріктірілгенде күшейе түседі. Лимон үшін ең жақсы серіктестердің бірі – даршын. Бұл қарапайым дәмдеуіш тек дәм үшін ғана емес. Ол инсулин сезімталдығын жақсартуға және тамақтан кейін қандағы қант деңгейін төмендетуге қабілеттілігі үшін зерттелген. Даршын асқазанның босау жылдамдығын баяулатады. Бұл тамақтан кейін жиі болатын қандағы қанттың күрт көтерілуін бәсеңдетеді. Үгітілген мұздатылған лимонды даршынмен біріктіру күшті синергетикалық әсер береді. Тағы бір тамаша үйлесім – мұздатылған лимонды алма сірке суымен. Сүзгіленбеген алма сірке суында аналық, пайдалы бактериялар мен ферменттер жиынтығы бар. Даршын сияқты, алма сірке суы да инсулин сезімталдығын жақсартады және аштық кезіндегі қандағы қант деңгейін төмендетеді. Бір ас қасық үгітілген мұздатылған лимонды, бір шай қасық алма сірке суын және бір шымшым даршынды, бір стакан жылы суға араластыру арқылы қарапайым таңғы тоник жасауға болады. Бұл күшті үшеуі метаболизміңізді қолдау, ас қорытуды жақсарту және күніңізді тұрақты бастау үшін бірге жұмыс істейді. Қандағы қант деңгейін сау деңгейде ұстауға көмектеседі. Бұл табиғи әдіс өте перспективалы болғанымен, бірнеше нәрсені ескеру маңызды. Лимондар қышқыл, және оны көп тұтыну уақыт өте келе тіс эмаліне әсер етуі мүмкін.
Limon susunun içkenden keyin ağzınızda jay sumen şayu durus adet. Sondayak sitrus allergiyası bar adamdar bul adisті қолданбауы керек. Ең бастысы, мұздатылған limon медициналық емдеуді алмастырмайтын, қолдаушы стратегия болып табылады. Диабетті басқару жоспарыңызға кез келген маңызды өзгерістер енгізбес бұрын, әсіресе дәрі қабылдап жатсаңыз, әрқашан дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Қорытындылай келе, мұздатылған лимон әдісі метаболикалық денсаулықты қолдаудың қарапайым, қолжетімді және табиғи жолын ұсынады. Бүкіл жемісті пайдалану арқылы біз басқаша лақтырылатын флавоноидтардың күшті қоспасын ашамыз. Қарапайым ғылымға негізделген бұл әдіс коректік заттарды денелерімізге қолжетімді етеді. Даршын және алма сірке суы сияқты басқа пайдалы ингредиенттермен біріктірілгенде, оның әсері одан да үлкен болуы мүмкін. Бұл тәсіл сізге асүйіңізде табылған табиғаттың сыйлықтарын пайдалана отырып, денсаулығыңызда белсенді рөл атқаруға мүмкіндік береді. Бұл кішкентай, тұрақты әрекеттер біздің әл-ауқатқа жету жолымызда күшті және оң өзгерістерге әкелуі мүмкін екенін еске салады.